Бүгін менің басты негізгі рөл сомдаған Маңғышлақ экспресс деген фильмнің жабық көрсетілімі, соған Get Ready with me. Сендер модный приговорда отқан жюрилер ұқсат. Оннан шексіздікке дейін баға бар десем, минус 1000 деп жазып жүрді. Алдында енді маған бәрі жазып жерді, сауынды сиыр сияқтысың. Мен мектеп кезде дышқа өстік киінетін едім деп бәрі жазды. Сондықтан бүгін дені дұрыс женственный киінейін дедім. Бүгін біздің менюда осындай көгілдір белдемше. Бұл белдемшенің ерекшелігін қарасаңыздар, мынандай белді шығаратын жер бар. Белің болса шығарады, болмаса шығармайды. Менде бар бел. Шын айтам. Гитара тектесе шамал. Мынаны қандай дәу қызға тіккен мынаны. Маған сәл дәулеу. Сим, закройся. Міне осындай юбка нарядный, пышный. Мен айттым ғой, бүгін женственный киінемін. Ал женственность деген не ол? Ол капрон. Кезінде Наполеон ағамның кезінде кружевной қыздар қатты модда болған. Көріп тұрса киіп тұрған киімді де. Алдында біреу жазып жүрді мынаны. Тамақ ішетін кездегі слюнявчик па деп. Алло, мода ол. Ана картинадағы аға бар ғой, сол ұқсап тұрмын ғой. Үстіне осындай кружевной торт